Бүгінгі күні смартфон өндіретін компаниялардың барлығы бір типті смартфондар жасайды. Енді әрине олардың майысатын түрлерін есептемегенде, мысалы Galaxy Fold, Flip, Huawei Mate және Motorola Razr. Мүмкін ұнақ болар, біліп жүрсін деп айтып жатырмын. Бірақ кейде компаниялар дизайнға қатысты түрлі эксперименттер жасайтыны белгілі шығар. Мінекей қазір мен сол эксперименттердің нәтижесі түрлі смартфондар туралы айтатын боламын. Міндетті түрде лайк қойып жіберің, өйткені ол сізге тегін, ал мен үшін ол күшті көмек болады. Дұрыстап жайғасып ал, кеттік. Білмеймін нақты LG-ның жұмысшылары не шегетінін, бірақ бұл смартфонды олар шын мәнінде ерекше қылып шығарған екен. LG Wing 2020 жылы айналатын дисплеймен дүниеге келген. Былай қарасаң, басқа девайстардан айырмашылығы жоқ сияқты көрінеді. Бірақ экранды бір айналдырып жіберіп, қосымша дисплеймен жұрттарды таңғалдыруға болады. Бір уақытта киноны да қарап, басқа да қосымшаларды пайдалана бересің. Рахат. Рахат деп қойып, рахат шығар енді. Бір қарасаң, ыңғайлы көрінеді екен. Фронталды камера қайда десеңіз, міне. Ол жылжымалығып жасалынған. Ашық тұрған күйде түсіріп алсаң, жылап жіберетін сияқтысың ғой. Неге жылап? Өйткені қымбат. Бастапқыда бағасы оның 1200 евро болған екен. Білмеймін енді LG басшылары не ойлағанын енді. Прям дерзкий смартфон деп ойлаған шығар, бірақ бұндай бағамен бұл смартфон көпшілікке керек емес болып шығыпты. LG-мен қоса кейде Microsoft-тың да адамдары қуып тұрады екен. Мен енді Galaxy Fold-ты түсіне алам, бірақ мына екі бір-біріне тағылған iPad минилерге тым айта алмадым. Surface Duo деп аталатын бұл кітап тектес смартфон сөз шыны көзге ерекше көрінетіні енді түсінікті. Бірақ неге, не үшін белгісіз. Бір уақытта екі қосымша ашуға болады, бірақ $1400 тұратын бұл дүнияда не NFC жоқ, не 5G жоқ, тіпті дұрыс дыбыс динамиктары дұрыс камерасы да жоқ. Түбінде сатылымдары жүрмей, бағасы тіпті $400 дейін түсіп кеткен екен. Ал енді мынаны қараңдар. Жоқ, бұл Powerbank емес. Бұл смартфон. Powerbankпен. Бірден айтайын, сатылымға бұл дүния шықпай алған. Неге екен, енді түсініп отқан шығарсыңыздар. Қуат күші, назар аударыңыздар, 18000 миллиампер ғой. Бір қуатта шамамен бір апта жүруге болады. Ал өзін қуаттауға бір күн керек болады. Қалыңдығы 2 сантиметр. Әрине бұндай кірпіш кімге керек дейсің, салмағы да зор. Шығып отырып бетіңе жоқ аяғыңа түсіріп алсаң кеттің ғой. Бірден сатып ақшасын дәрігерге беретін сияқтысың. Орыстарда өздерінің смартфондарын шығарып көргенін білесіз ба? Йотофон деп аталатын бұл смартфон шын мәнінде айтарлыққа тұрар идеясы бар еді. Алдыңғы жағынан қарасаң кәдімгі смартфон, бірақ артқы жағында электронды кітаптардағындай экран, яғни электронды сиялардан тұратын дисплей болған екен. Оның үлкен плюстарының бірі бұндай дисплей көзді ауыртпайды, және көп жерде ыңғайлы. Оған қоса көп қуат талап етпейді. Кейін екінші нұсқасы жарық көргенде артыңғы дисплейін тіпті сенсорлы қылып жасаған. Бастапқыда йотофон андай уақыты жоқ, уақыт ақша деп жүретін бизнесмендерге арналып жасалған екен. Алайда ондай адамдардың бұл смартфонға мән беріп қарайтын уақыты болмай алған сияқты. Нәтижесінде шығын ақталмай, жоба қиын жағдайға түсіп кеткен. Кезінде қалта, яғни карманный компьютерлер жасаған Palm компаниясы қайда кетті десем, олар мынадай дүние жасап жүрген. Алайда ол қазір американдық компания емес, қытайлық екен. Сатып жіберді. Palm PVG-100. Негізі бізге оның хайпы жетпеді, бірақ шетелдер үшін бұл смартфон типа легенда болып саналады. Бар қызықтың бәрі оның өлшемінде. Кішкентай, ыңғайлы, салмағы сондағы 62 грамм. Қосымша смартфон ретінде қолданылатын дүние ретінде жасалған. Ал көпшілік үшін ол баланың алғаш смартфоны немесе спортқа жақсы деп қалыптасқан екен. Жалпы дизайны жақсы. Кішкентай девайстарды ұнататын адамдарға дәл сияқты. Смартфон мен Sony PlayStation-ды будандастырсақ не болады? Деп ойлаған Sony-дің милы бастары мынадай смартфон шығарған екен. Sony Ericsson Xperia Play. Экранын солға жылжытып, осындай геймпадпен ойын ойнауға мүмкіндік беретін ерекше дүние. Алайда бұл оның тек жалғыз ерекшелігі. Өндіріс кезінде компания максималды түрде экономдауға тырысқан ба, білмеймін, бірақ бұл смартфон ішіне айтарлықтай мықты мотор салмапты. Яғни процессор, оперативка дегендей бәрі нашар. Оған қоса бұл смартфоннан кейін шыққан PSP одан 5 есе мықты болып, оның сатылымдарына қатты әсер етіп кеткен екен. Түбінде компот идея қоқысқа кетті. Сіздер енді Nokia-ның түрлі телефондарын көрген шығарсыңдар. Алайда бұл модель бізге көрінбей қалыпты. Ол Nokia E70.
Былай қарасаң, кәдімгі қарапайым телефон сияқты, бірақ мынаны қараң. Негізгі идеясы қызық, бірақ ыңғайлығы жағына күмәнім бар. Бірақ бұл Nokia ғой, оған бұрыннан бәріне маған пухи. сондықтан таң қалатындай ештеңе жоқ сияқты. Ең бастысы ерекше ма? Ерекше. Қалғаны маңызды емес. Келесі смартфонға қатысты менде енді дизайнына емес, жалпы идеясына күмәнім бар. Қараңдаршы, бұл смартфонды былай өзінің қосымшасына салсаң, ол планшетке айналады. Оны да кейін өзінің арнайы клавиатурасына жалғап, типа ноутбук қылуға болады. Ода тұрған не бар десеңдер, біріншіден смартфонсыз бұл дүниялар жұмыс жасамайды. Оның үстіне бұл планшет өз жұмысына смартфонның күш қуатын пайдаланады екен. Яғни смартфонның өлсе, бітті. Сенде не планшет, не ноутбук та жоқ. Смартфоныңсыз дым пайдаға аспайтын темір-терсек тасып, үйтіп жүргенше бөлек планшет ұстағаның дұрыс сияқты ғой. Олсыз да тасып жүресің дегендей. Қысқасы, ерекше шығар, бірақ мәні жоқ көрінеді. Бірақ сенің лайкыңда мән бар. Сондықтан басып жібер, осы жерге дейін қарасаң, саған қызық болған сияқты. Ал осымен менде болды. Рахмет, келесі видеоларда көріскенше.